Көп пациенттердің шағымдары осындай: өтімді алып тастады, мен қалай өмір сүремін деген. Өт алып тастағаннан кейін де өмір жалғасады, өйткені өт қабын алып тастағанмен сізде өт ағып тұрады. Яғни өттегі жаңағы сфинктерлар ол прямой 12 шекке жалғанады, бірақ сізде резервуар болмайды. Яғни өттің бізге керек уақытта тамып тұру үшін қапшығы болмайды, бірақ сізде өт прямой бауырдан прямой ағып тұрады. Сондықтан бұндай кезде жиі жаңағы үлкен дәретке тез шығу деген сияқты симптомдармен көрініс табуы мүмкін. Именно өтті алып тастаған адамдарға осы бауырға жасалатын күтім 2 есе болу керек. Не үшін? Потому что өт қабын алып тастағаннан кейінгі екінші гибель ол бізде цирроз печени деп аталады. Сондықтан осы проблеманы біз ушықтырмас үшін именно өтін алып тастаған адамдарға 2 есе асқазан ішек жолдарына поддержка жасауымыз керек. Оның барлығы комплексный түрде жүру керек.